жатқан. Бар енді оят енді омайгатта. Омайгат. Әлі жатпағансыңдар ма, е? Пиздец болдым. Не істейсіңдер? Жоқ, алмастан эфир тонап отыр сендерді. Омайгат. О, неге қатты жатсың? Үйден подарка алып қасатып жүр. Брат, Достар, мен эфирден шығайын, я, жақсы. отыр, омайгат. Эфирге көзіңді көріп кіруіңді күтеміз. Осы жерде жасок өзің жаңағы журналист құсап омайгатқа грамотно түсіндіріп бергенге. Не болған? Тамады тынбай жанардан жасым, шарадай болды шақшадай басым. Ойнап күлген күндерің қайда, сауық сайран түндерің қайда. Кезіндегі ойнап күліп жүрген мапоқ дәл қазір оңбай таяқ жейтіннің аяқ астында тұр. Неге? Себебі кезіндегі жақсы мапоқ қазір жаман мапоққа айналуына бір-ақ қадам. Себебі оның көтін ашуға біз дайын отырмыз. Омайгат, сәлем, қалдар қалай, жақсы ма? Қасыңда отырған дос па, әлде бақсы ма? Сен бір дәл қазір сырын білмейсің, себебі ол сенің дәл қазір тонаған сұмырай алаяқ екенін дәл қазір анықтап береміз. Сергей Ралян, Асхат Сағынайып, Тұрсын Күзембаев бәрі саған отпай айтып жатқан жайы бар, екі биялар жайы бар. Еше 9-ға ше. Омайгат, сен байланыстасың? Енді өзде 9-ға атып алған ғой. Сен брат, маған не атқан білесің бә? Насыбай тақпайсыш. Мапоқ айта берейін бә? Мына насыбай деген шуткіден кейін обал жоқ деуге деп отыр екен. Аяу қалмайды. Башын айтсын. Мен айтайын, я? Қыздың Омайгат қалайсыз? Менкін түсінбеді. Жақсысыз ба? Жақсы, е. Не эфир атты? болған ғой. Беше мен телефон қояқты. Парольді өлмейді о бәрібір. Пароль 69 ғой. Бүткіл Қазақстан біледі сен парольді. Бүткіл ел. Қаяқта білесің? Не айтқанын айтайын ба? Достар, 19-дан бір роза. 19-дан бір роза, достар. 19-дан бір роза, достар. 19 адам келіп айырып алыңдар де. Қындайшы? Қаз, 1 минут, достар. Қында келе. Бір-ақ минут таяқ жей ма не? Сен. Дос. Брата қолым шықып кетеді, қолым шықып кетеді. Брата қолым шықып кетеді. Сен китат, ладно, мото, левым не? Күшті көрген. Ойбай, күшті көрген. Тикток атпадың ба сразу? Ой, бля, миыма енді жетіп тұр ғой. Тикток миыма енді жетіп тұр ғой. Тек квеншік емессің ба, мапоқ? Сама фантазиян қоспайсың ба? Ойбай деген. Қалай екен Алмас Лев? Маған күшті. Күшті. Машинаны кілтін берші. Мазда бар ғой, сен телефоныңды алып алып, елдің бәріне подаркатып отыр ғой. Сен брат, өзіңді қызықсын, телефоныңды қасына алып жатсай, родной. Өз қасыма алып жатқам негізі. Кімге аттың тағы? Айтшы. Ешкімге? Айтсайшы кімге, сен өзіңе 10-ға атып алыпсың. Алмасқа, Левтан басқа не атты тағы? Жақсылан саған да атты ма? Жоқ, маған не ататын еді, құрсын. Мойнамайсың ұшы. Сынай? Дыматқа жоқ, оңағым. Омайгат, не істейсің ғой? Эфирға кірген кезде қайттан ат жерем саған, родной. Маған. Жоқ, қажет емес. Мен негізі өзім Алмасқа тикток атанба деп жүретім, Левпен әйтеуір әдемі құтылыппыз, е? Онда достар тиктокға атсын ба? Мына жерге тапи кетеміз. Жоқ, брат, қалызым ғой. Брат, мен айтайыншы, енді Жасұлан деген жігіт танымайын, бірақ та мен Мапоқпен Алмасты ютубтан танимын, бұрыннан танимын. Екеуіне Лев емес ше, 500 000 монета атсадан не жалко, негізі ше, негізі. Поэтому маған қатты жындап тұрған жоқпын. Барып қыздар қатса, десең, бүйтіп баршынаға тейсің. Ойнайта. Мапоқ, сен маған бірден аттың ба? Иә. Не аттың? Рахмет. Ит атқан сен ба?
иә соны қайтарып тастайын құрсын. Курс. Маған типа жалко деген сияқты айтты ғой жаңа. Екеуіңе жалко емес. Мен атайыншы, мен қаяқта қазір Жасұланға ма? жасақ дайындал жаңағыдай қуанатын түр Рахмет. достар жасоққа қазірден бастап тіркеліп қойыңыздаршы, ертең бұйырса жасок екеуміз постоянно кіріп отырамыз. Батыл ойнамасақ та біз әшейін чисто әңгімемен кішкене веселый эфирлар істеп отырамыз. Жасоққа барымыз жақсылап тіркеліп қойдық. Кит келгенше маған. Итке К деген әріп қосып беріп кит қылып жібергенсің ғой. Ой, молодец. Қатты эфир болып отыр. Иә. Ой, Алла.